елдің ағаларға қараймыз, энергетик боламыз деп, сол ауыл шаруашылық институтының электрофакультетіне келіп түстік оқуға. Содан бері санағанда енді 93 жылы жұмысқа атқаруға кірістім. 28 жыл болды энергетика саласында істеп жатқаным. Енді өздеріңіз білесіздер, 94-95-тен бастап осы 2000 жылға дейін сөндіру, өшіру энергия көздерінен көп болды. Сол уақытта Ақмола облысы бойынша 30-40% тұтынушылар энергия көздерісіз қалды. Оның ішінде былай айтатын, құс фабрикаға дейін, қазақ халқының рудниктарын, солардың енді орысша айтқанда аварийный броньға дейін қалдыратынбыз да, жоқ қиын жағдай болды сондай. Бірақ енді одан өттік. Енді ол енді бізге сабақ та болды, бәрі де болды. Үйрендік, көрдік. Қазір жақсы. Электроэнергетика саласы ол өте күрделі, өте маңызды біздің саламыз. Қазақстан экономикасына үлкен көмегін көрсетеді сол энергетика. Енді былай қарасақ, бізде осы тәуелсіздік алғанымызға энергетикалық объекттер қосылып жатыр іске. Соның бірі Мойнақ су электр станциясы, Кегок акционерлік қоғамының солтүстік, оңтүстік жоғары кернеулі 500 киловольттық жоба іске қосылды. Өзіміздің компанияны қарасақ, енді бізді маңызды қарағанбыз. Өйткені Алматы қаламыз, үлкен қаламыз ғой. Соның 3 жылу электр орталығын жаппай газ отынына көшіру, сондай жобалар бар. Кегок акционерлік қоғамында жұмыс істеп жүргенде бізде үлкен 2 жоба болды. Жоғарғы кернеулі 500 киловольттық солтүстік, оңтүстік желінің сонда қатысып 2009 жылы соны қостық іске. Екінші үлкен жоба болған, ол жоғарғы кернеулі жабдықты өзгерту және жаңғырту. Кегок акционерлік қоғамының 68 қосалқы станцияларында сондай жұмыстарды атқардық. Келе жатқан алдымызда тәуелсіздік мейрамымыз 30 жылдық. Соған тілейтінім осы, барша еліміз аман болып, жұртымыз тыныш болсын. Энергетикамыз дами берсін. Энергетика саласында қойылған жоспарлар бәрі орындалып, жетістіктерге жетейік. Соған қуанышты болайық.